Қырғыз қазақ бір туған. Бүгін біз қырғыз бен қазақтың ұқсастығы мен ұқсамайтын тұстарын айтатын боламыз. Ол үшін арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Әлемде өз тегін білетін ұлттар санаулы ғана. Олардың бірі қырғыз бен қазақ болып саналады. Қырғыз бен қазақтың қаны бір, рулары да бір, екі елде де Найман, Қоңырат, Қыпшақ рулары бар. Екі ұлттың да түрлері ұқсас. Егер басқа ұлттан қайсысы қазақ, қайсысы қырғыз деп сұраса, оны танып білу олар үшін мүмкін емес. Екі ұлттың да киімдері бірдей. Екі ұлтта шапан киген, және де екі ұлтта қалпақ киген. Бірақ қырғыз бауырлар қазақтарға қарағанда өз қалпақтарына үлкен құрметпен қарайды. Қырғыз бен қазақтың тағы бір ұқсастығы ұлттық тағамы бешбармақ, және де құрт, бауырсақ, қазы, қарта, жал, жая. Қойдың басы құданың асы деп құдаларына қойған. Жылқының еті мен сүтін ішетін әлемдегі жалғыз екі ұлт. Енді екі ұлттың бір-біріне ұқсамайтын жақтарын айтып кетсек. Егер видео ұнап жатса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер сіз қазақ тілін білсеңіз, онда қуана беріңіз, сіз қырғыз тілінде білесіз. Себебі қазақтың с, ш әріптері қырғызша ш, ж, у болып өзгереді. Басқа үлкен өзгешелік жоқ. Мысалыға жақсы, жақшы, бас, баш, мұрын, мурун, жетекші, жетекчи. Алғы әріпі қырғыздарда ешқашан айтылмайды. Мысалы сағат, саат. Екі елдің тағы бір айырмашылығы, қырғыз бауырлар тек таулы аймақтарда және таудың бөктерінде өмір сүреді. Ал қазақтар жазық далада, Дешті Қыпшақ даласында өмір сүріп үйренген халық. Екі елдің де бір-біріне пайдасы көп тиген. Мысалы Манас эпосын қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов атамыз жазған. Сол үшін де мен айталам, мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқамын, анамызда қара көз бір қыз, бәлки бөліп берген егізге уысынанын. Егер қырғыз қазақ бір туған екені рас болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.